Достар, сәлем. Бүгін бізде Виет теоремасы. Жалпы Виет теоремасы өте оңай, негізі логикалық түрде беріледі, және өте қызық. Негізі формуласы берілгені мынандай. Бізде, яғни x1 мен x2-ні дискриминантта қалай табатын еді? Дискриминанттың формуласын табамыз, одан x1-дің формуласы мен x2-ның формуласын есептейміз, Ал Виет теоремасында ойша логикалық түрде есептей саламыз. Давайте былай жасайық. Есептің барысында түсіндірем. Есептің барысында осы формуланы қазір түсіндірем. Қараңыз, бірінші есепте x квадрат плюс 9x минус 22 дейді. Енді мен x1 мен x2-ні табуым керек. Менде формула не дейді? x1-ге x2-ні қосқанда минус v дейді, Сол үшін мен бірінші v-ні тауып алайыншы. Мына жерде v менде неге тең? 9-ға тең, Плюс 9-ға тең. Ал c неге тең? c менде минус 22. Міне. Бірінші жазып қойын. V тең болады менде 9, S тең болады менде минус 22. Енді қараңыз, мына x1 мен x2 пока жоқ қой менде, осын табуым керек. Осы екеуін қосқанда менде минус V деді, яғни менде минус 9 шығу керек. x1-ді x2-ге қосқанда менде қазір минус 9 шығу керек. Және x1 мен x2-ні көбейткенде міне қараңыз, с шығу керек дейді, с неге тең дедік? Минус 22-ге тең. Яғни қандай екі санды қоссам минус 9 шығады, көбейтсем минус 22 шығады. Логикалық түрде ойланамыз. Егер қараңыздар, минус 11 мен 2-ні алайыншы, x1-ге минус 11 десем, ал x2-ге 2 деген сан берсем. Қарайық, Мына минус 11-ді плюс 2 десем, менде не шығады? Минус 9 шығады. Көбейткен кезде минус 11-ді 2-ге көбейтсем, менде не шығады? Минус 22 шығады. Міне мынау орындалды ма бізде? Орындалды, яғни бізде x1-іміз минус 11-ге, x2-іміз 2-ге тең деген сөз. Ары қарай екіншісін көрейік тағы да. Екіншісі, x квадрат минус 7 x плюс 12 тең болады 0. Тағы да оңай болу үшін біз мына v-ларды анықтап аламыз. V менде мына жерде неге тең? Минус 7-ге тең. Алдындағы таңбасымен аламыз, достар. Минус 7-ге тең. Ал c неге тең? 12-ге тең. Енді менде не дейді? x1-ді x2-ге қосқан жағдайда менде минус v шығу керек. Яғни менде берілген минус 7 болса, минус 7-ге, міне былай ғой, минус 7 деген сөз ғой, Сонда ол не болады? Плюс 7-ге айналып кетеді. Плюс 7 шығу керек. Ал x1-ді, міне x2-ге көбейткен жағдайда менде с шығу керек, ол менде 12-ге тең. Мына екі формула менде орындалу керек. Енді логикалық түрде ойланамыз. Нешені нешеге көбейтсем 12 болады, қоссам 7 болады. 3 пен 4 деген санды алайықшы, 3 пен 4 деген санды алайық. x1-ге 3-ті берсем, x2 4 болады десем. Қараңызшы, 3-ке 4-ті қоссам неше болады? 7 болады. 3-ті 4-ке көбейтсем неше болады? 12 болады. Мына екеуі орындалды ма? Орындалды, яғни жауабы 3 пен 4 деген сөз. Өте оңай, Келесі үшіншісін көрейік мысалға. X квадрат дейді, минус x дейді, минус 72 дейді, тең болады 0 дейді. Мына жерде v-ні анықтайық. V неге тең менде? Минус 1-ге тең. Мына x-тің алдында сан болмаса, егер сан болмаса, мына жерде бір түр деп есептейміз. Сонда ол 1-ге тең. А с неге тең? Минус 72-ге тең. Енді менде формула бойынша не шығу керек? x1-ді x2-ге қосқанда менде мынау минус па? Мына жерде де минус бар. Сонда 2 минус не болады? Маған плюс 1 шығу керек. Ал екеуін көбейткен жағдайда менде 72 шығу керек. Енді қараңыз. Ойланайық. Ойбай, с деген минус 72 ғой, алдында минус бар, ойланайық. 9 бен 8-ді алсақ. x1-ді мына жерде менде плюс 1 шығып тұр ғой, плюс 1 дегенім үлкені плюс болу керек. Яғни мен 9 бен 8-ді алсам, 9 плюс болу керек, ал 8 минус болу керек. Неге? Себебі қараңыздар. 9 міне плюс дейміз, минус 8,
тең болады 9 минус 8, ол менде 1-ге тең. 9 көбейту минус 8, ол менде минус 72-ге тең. Көрдіңіз ба? Мына. Егерде мына жерде мысалға x1-ді x2-ге қосқанда плюс, ал менің көбейткенде минус шығатын болса, мына үлкенін плюс қылып жібересіз. Түсінікті ғой, иә? Себебі ол мына жерде бізде плюс таңбамен шығу керек. Үлкеннен кішісін алып тастағанда сонда плюс шығады. А екеуін көбейтсең минус шығады. Мінекей орындалды, иә? Өте оңай. Келесі кеттік 4-ші. Минус x квадрат плюс 3,5x минус 2 тең 0. Так, сразу анықтаймыз. b менде 3,5-ге тең, с менде минус 2-ге тең. Таңбасымен бірге аламыз, достар. Таңбасымен бірге аламыз, е? Так, x1-ді x2-ге қосқанда менде не шығады? 3,5 беріліп тұр ма? А формула бойынша алдына минус қосып жіберем. Минус 3,5 шығу керек. Ал екеуін көбейткен кезде менде минус 2 шығу керек. Ойланамыз. Мына жерде мысалға 4 пен 0,5 дегенді сандалайықшы. Енді фонның жаңағы таңбасын қою үшін мынаған мән береміз. Екеуін қосқанда минус 3,5 деп тұр. Минус, значит, үлкеніне, яғни 4-ке біз минус 4 дейміз. Ал 0,5-ті плюс 0,5 деп аламыз. Неге? Себебі қараңыз. Минус 4 плюс 0,5 менде нені береді? Минус 3,5-ті көрдіңіз ба? Мына шықты минусы. Ал минус 4-ті 0,5-ке көбейтсек не болады менде? Минус 2 болады. Мінекей бізде жауабы екеуі сәйкес келді, иә? Так, енді кеттік ары қарай 5-ші есепті шығарайық. 5-шісі бізде минус 3x квадрат минус 8x плюс 80 тең болады 0-ге дейді. Так, бұл жерде енді достар қараймыз. Жаңағы алдыңғы 4 есептерде x-тің алдында коэффициент болған жоқ, иә? Коэффициент 1-ге тең. Ал мынаның коэффициенті минус 3-ге тең. Мұндай жағдайда век теоремасымен мына екеуін табу, яғни мынандай етіп логикалық түрде табу қиын болады. Сондықтан біз не істейміз? Формула бар, иә? Мына берілген теңдеудің барлығын a-ға, a дегеніміз мына, a дегеніміз минус 3. Минус 3-ке бөліп шығамыз. Яғни, қараңыздар, бәрін ашып бөліп шығайық. Минус 3x квадрат бөлем минус 3-ке. Минус 8x-ті бөлемін минус 3-ке. Ой, плюс. Так, плюс 80-ді бөлем минус 3-ке. Тең 0 дейміз. Енді, мына жерде минус 3-ті минус 3-ке бөліп жіберсем. X квадраттың өзі қады. Мына жерде мына минус пен минус плюс болады да, плюс 8x бөлу 3 болады. И мынау плюс пен минусты береді, 80 бөлу 3 болады. Тең болады 0 дейміз. Енді ары қарай өте оңай. Ары қарай біз уже мынау келтірілген квадраттық теңдеу дейді. Яғни біз век теоремасынан келтіріп алдық. Енді жаңағыдай қолданамыз. x1-ді x2-ге қосқан кезде ол бізде мынаған тең болады. Мынаның коэффициенті неге тең? 8 бөлу 3-ге тең. Ол бізде 2,3-тен 2, иә? Ал x1-ді x2-ге көбейткен кезде ол бізде тең минус 80 бөлу 3. Бұл бізде 80-ді 3-ке бөлсек 26 бүтін минус 26 бүтін 3-тен 1 минут 2 болады. Міне сонда жауабы осындай болып шығады. То есть түсінікті ғой. Егер алдында x квадраттың алдында сан келетін болса, онда осылай келтіріп аламыз. Және 6-шысын көрейік. 6-шысында 5x квадрат плюс 9x минус 18 тең болады 0 дейді. Бұл дәл сондай, көрдіңіз ба? X квадраттың алдында сан тұр. Сан тұрса, мынаның бәрін аламыз да осы 5-ке бөліп шығамыз деген сөз. Мұны қараңыздар, бөлек 5x квадратты 5-ке бөлем, 9x-ті 5-ке бөлем, минус 18-ді 5-ке бөлем. Мінекей, және мына 5 пен 5-ті қысқартсақ, x квадрат. Мұны x квадраттың алдында сан жоқ, келтірдік уже. Плюс 9 бөлу 5x минус 18 бөлу 5 тең болады 0. Енді x1 мен x2-ні табу үшін біз x1 мен x2 мынаған тең деп жаза саламыз. 9 бөлу 5-ке тең. Ол бізде 1,5-тен 4-ке тең. x1 x2-ге көбейткен кезде ол бізге тең минус 18 бөлу 5 деп жазамыз. Ол бізде минус 5,5
5-тен, так, 15 болады, 3 болады, я қалдығы. Мінекей, жауабы осылай шыға салады. Яғни бұл жерде логикалық түрде мынандай етіп уже есептей алмаймыз. Так, бұл бізде 8-де 1. 8-де 2-ні көрсетіп жіберейін. Так, бірінші есеп. X квадрат плюс 5x минус 6 тең болады 0-ге. Так, x квадраттың алдына сан жоқ қой. Значит, вет теоремасын пайдалана берек. x1-ді x2-ге қосқан кезде менде минус v шығу керек. Давайте мынаны бөлек мынандай етіп жазбай-ақ қойып, бірден есептейік. v деген неге тең? 5-ке тең. Значит, ол менде минус 5-ке тең болу керек. Мына x1-ді x2-ге көбейткенде ол менде с-ға тең бол. С неге тең? Минус 6-ға тең. Так, енді қай санды бір-біріне қоссаң минус 5 болады, көбейтсең минус 6 болады. Оп-оңай, x1-ді егер минус 6 беретін болсам, x2-ге плюс 1-ді беретін болсам. Сонда минус 6 плюс 1 ол менде минус 5-ке тең, ал минус 6 плюс көбейту 1 ол менде минус 6-ға тең. Мінекей бізде орындалды. Яғни вет теоремасы арқылы таптық. Екіншісін көрейік. X квадрат минус 9x плюс 18 тең болады 0. X квадраттың алдында коэффициент жоқ, сондықтан көбейте береміз. Вет теоремасына бірден сала береміз. Так, бізде формула бойынша минус v, ал менде v неге тең? И так та минус 9-ға тең. Значит, минусқа минусты көбейтіп жіберем, ол менде плюс 9. Яғни, мына тұрған v-ның, достар, вет теоремасы болғанда, кер таңбасын аласыздар. Минус 9 беріп тұрса, плюс 9 аласыз, ал плюс 9 беріп тұрса, минус 9 аласыз. Түсінікті ғой, таңбаны ауыстырып жібереміз. И екеуін көбейткен кезде бізде 18, ал мына с-ның таңбасы, ол өзгермейді, қалай тұр, солай болады. Так, 18 бен 9 дейді. 6 мен 3, жауабы. Яғни, x1-ге екеуі де плюс болады. 6, x2-ге плюс 3 берсең. Сонда менде 6-ға 3-ті қоссам 9 болады. 6-ға 3-ті көбейтсем 18 болады. Мінекей, сәйкес келді, бізде. Үшіншісі. X квадрат плюс 9x плюс 14 тең болады 0-ге. Так, x1 мен x2-ні қосқан кезде менде, енді қараңыз мұны, плюс 9 беріп тұр. Значит, минус 9 деп алып жіберем. x1-ді x2-ге көбейткенде менде 14 шығу керек. Так, мына жерде меніңше болады. Минус 7 мен минус 2 болады жауабы. Неге? Себебі минус 7-ге минус 2-ні қоссақ, менде минус 9 болады. Ал минус 7-ні минус 2-ге көбейтсек, бізде плюс 14 болады. Міне сонда жауаптарымыз бізде сәйкес келді. Және соңғы төртінші. X квадрат минус 4x плюс 5 тең болады 0 дейді. Мынау менде енді, қараңыз, x1-ді x2-ге қосқанда менде минус 4 деп тұр ғой. Значит, менде кері таңбасын аламын 4 тем, плюс 4 тем. x1-ді x2-ге көбейткенде менде 5 шығу керек. Так, бұл жерде қараңыздар, былай ойша алғанда, по-моему, бір шешімі жоқ сияқты көрінеді. Егер де осындай бір ойыңызға түспей жатырса, шешімін таба алмай жатырсақ, онда біз дискриминант формуласын пайдаланып тексеріп аламыз. Яғни дискриминанттың формуласы қандай еді? D тең болады, дискриминант тең болады. B квадрат минус 4ac болды. Және бізде x1 мен x2-ның формуласы x1, x2 ол бізде минус v плюс минус 2 дискриминант бөлінген 2a. Яғни, егер де сіздер вет теоремасымен таба алмай жатырсаңыз, ойыңызға келмей жатырса, шығара алмай жатырсаңыз, дискриминантпен әрқашан тексеріп алуға болады. Біз осы жерде солай жасайық, себебі маған біртүрлі осы есептің шешімі жоқ сияқты ол көрініп тұр. Көрейік, дискриминант тең болады. Мына жерде бір айтатын жайт, дискриминанттың, яғни x1 мен x2-ның жауабы болады қашан? Егер дискриминант бізде
үлкен 0 болса, үлкен немесе тең 0 болса, дискриминант кіші болса, бізде жауабы болмайды. Осыған мән береміз. Так, дискриминант шығарайық. b квадрат. Яғни мынау b, мынау a, мынау с ғой бізде. Так, минус 4-тің квадраты 16, минус 4 көбейту a дегенім 1-ге тең, с дегенім 5-ге тең болады 16 минус 20, минус 4. Мені көрдіңіздер ма? Дискриминант менде минус сан шығып тұр. Ал минус сан болған кезде бізде есептің жауабы жоқ деген сөз. Міне сондықтан біз мынаны таба алмай жатырмыз. Яғни бұл есепте жауап жоқ деген сөз. Так, кеттік ары қарай 8-де 3-ті шығарайық. Мына жерде бізде y квадраттың алдында коэффициент тұр, яғни коэффициент тұрғаннан кейін біз бірінші формуланы, яғни мына теңдеуді келтіріп аламыз. Келтіріп аламыз дегеніміз, мына теңдеуді, мына x квадраттың, яғни y квадраттың алдында тұрған коэффициентке, коэффициент деген сан, мына 3-ке бәрін бөліп шығамыз. Яғни кеттік 3y квадратты бөлемін 3-ке. Минус 8y-ті бөлемін 3-ке. Так, мынау не болып кетті? Мынау плюс қой. Плюс 5-ті бөлемін 3-ке. Тең болады 0. Сонда менде мына екеуі қысқарады. Y квадрат шықты. Минус 8 бөлу 3y плюс 5 бөлу 3 тең болады 0. Міне біз келтірілген квадраттық теңдеу жасадық. Яғни y-тің алдында біз енді еш нәрсе жоқ. Иә? Значит, біз мына формуланы алып пайдалана береміз. x1-ді x2-ге қосқан кезде, ол бізде минус v, яғни өзі итақта беріліп тұрғаны минус 8,3 болатын болса, оның алдына тағы минус қоямыз, сонда ол бізде 8 бөлу 3 болды. Ал x1-ді x2-ге көбейткен кезде, ол бізде 5 бөлу 3-ке тең. Мінекей, ол оңай өзі өстіп шыға салады. Екінші 2y квадрат плюс 9y плюс 7 тең болады 0. Бұны да келтіреміз. Неге? Себебі y квадраттың алдында сан тұр, иә? Сан тұр. Так, бұнаның бәрін 2-ге бөліп шығамыз. Бөлу 2 дейміз. 9 бөлу 2y плюс 7 бөлу 2 дейміз. Тең болады 0. Сонда мұна қысқарады екеуі. Y квадрат болады. Мұнаны сразу жазып жіберуге болады. 4,5y болады. Мынау 3,5 тең болады 0. Мінекей біз келтірдік. Енді веттерімізді пайдаланамыз. x1-ді x2-ге қосқан кезде бізде мұнаның теріс таңбасы шығу керек. Значит, 4,5 ба? Яғни ол минус 4,5-ке тең дейміз. Ал x1-ді x2-ге көбейткенде ол бізде 3,5-ке тең. Мінекей, өте оңай. Үшінші 67y квадрат минус 105y плюс 38 тең болады 0. Значит, бәрін 67-ге бөлеміз. Бірден бөле салайықшы, иә? 67-ні мынау итақта 67-ге бөлсек, y квадраттың өзі болады. Мына жерде 105 бөлу 67 y плюс 38 бөлу 67 тең болады 0 дейік. Енді x1-ді x2-ге қосқан кезде, ол менде мынау минуспен беріліп тұр ғой. Значит, оның плюс таңбасы. Плюс 105 бөлу 67-ге тең. Так, бұл бізде болады, по-моему, 1,67-ден 105-ден 67-ні алып қосақ, 38 болады екен. 38. Ал x1-ді x2-ге көбейтсек бізде не шығады? 38 бөлу 67 шығады. Так, и келесі төртінші. Так, то же самое, 67 ұқсайды екен. 67y квадрат минус 105y минус 172 дейді. Тең болады 0-ге. Так, 67-ге бөлеміз бәрін. Сонда y квадрат минус 105 бөлу 67 y минус 172 бөлу 67 тең болады 0-ге дейік. Так, сонда бізде x1-ді x2-ге қосқан кезде, мынау минус па? Значит, кері таңбасын аламыз. 105 бөлу 67. И x1-ді x2-ге көбейткен кезде бізде
қараңыздар, таңбасымен бірге қосып аламыз. Алдында минус деп тұрған минус 172 бөлу 67. Так, мынаны осылай қалдыра беруге болады, или келтіруге болады. Жаңағыдай бір случайке 1 бөлу 38 бөлу 67 деп. Ал мынау 172-ні 67-ге бөлсек 2 бүтін болады екен. 67-ден так былай істейміз. 67-ні 2-ге көбейтем, одан 172-ні алып тастаймын. 38. 4-ті көрсетіп жіберейін. Так, біріншісі x квадрат минус жақшаның ішінде түбір 3 плюс 1x дейді, плюс түбір 3 тең болады 0-ге дейді. Бір қарағанда бір қорқынышты сияқты болып көрінеді, я достар. Түбірі бар, қасында саны бар деген сияқты. Яғни мына жерде коэффициент бір сан емес, аш 2 сан тұр. На самом деле түк те қиындығы жоқ. Бірінші, мына x квадраттың алдына сан бар ма? Жоқ, сан жоқ. Значит, сразу мына вет теоремасына кете береміз. x1-ді x2-ге қосқан кезде қараңыздар, но алдында минус таңбасы кер санын аламыз, плюс болып кетеді. Сонда шақшаның ішін ала саламыз, түбір 3 плюс 1. И x1-ді x2-ге көбейткен кезде бізде түбір 3 шығады. Негізі өте оңай. x1-ге қараңыздар, түбір 3-ті берсем, ал x2-ге 1-ді берсем, дәл осы болады. Түбір 3-ті 1-ге қоссам менде, түбір 3 плюс 1-дің өзі шығады, себебі түбірмен сан қосылмайды. Ал түбір 3-ті 1-ге көбейтсем, ол менде түбір 3-дің өзі шыға салады. Міне сонда, міне, екеуі 1-ге тең болып шыға салады. Екіншісі, x квадрат минус түбір 2 минус 2x минус 2 түбір 2 тең болады 0. Так, мына жерде де оп-оңай көрініп тұр өзі. x1-ді x2-ге қоссам, мына минус деп тұр ғой, значит плюс қылып алам. Яғни мына жақшаның ішін дәл осылай ала салам. Қараңыздар, таңба ауыстырам деген кезде мына жақшаның ішіне таңбаны ауыстырмайсыздар. Неге? Себебі мына таңба мынаның бәріне тиесілі. Мынау минус па, значит плюс қылып алам деген сөзім, мына жақшаның іші қалай тұр, дәл солай ала салам деген сөз. Түбір 2 минус 2 деп ала салам. Түсінікті ғой, Ал x1-ді x2-ге көбейтсем менде минус 2 түбір 2. Оп-оңай өзі көрініп тұр. Қараңыздар, x1 неге тең? Түбір 2-ге тең. x2 неге тең? Минус 2-ге тең. Міне, түбір 2-ге минус 2 десем, түбір 2 минус 2 шығады. Ал түбір 2-ні минус 2-ге көбейтсем, минус 2 түбір 2 шығады. Міне, оп-оңай осылай. Қай жерде? Мына жер ғой, шыға салды мінекей. Үшіншісі, x квадрат минус түбір 3 минус түбір 2 x минус түбір 6 тең 0. Так, x1-ді x2-ге қоссам, мына минус плюсқа айналдырып жіберем, сонда жақшаның ішін ала салам. Түбір 3 минус түбір 2. x1-ді x2-ге көбейтсем, минус түбір 6. Сонда оп-оңай көрініп тұр. x1 неге тең? Түбір 3-ге тең. x2 минус түбір 2-ге тең. Сонда түбір 3-тен минус түбір 2 десем, минус түбір 2 десем, өзі шыға салады, түбір 3 минус түбір 2. Себебі түбірлері бір-біріне қосылып, немесе алынбайды. Есімізге сақталамыз. Единственное, түбірдің ішіндегі сан бірдей болса, мынау, например, тоже түбір 3 болатын болса, онда қосылады или алынады. Ал әртүрлі сан болатын болса, түбірлердің астында никогда бір-біріне не қосылмайды, не алынбайды. А вот көбейтуге болады. Минус түбір 2-ні көбейтсек, бір түбірдің астына алып жіберем, мына минусты сыртына шығарып жіберем, 3 көбейту 2 деп есептеймін, сонда минус түбір 6 шығады. Мінекей шықты жауабы. Және төртінші, x квадрат минус 2 түбір 3 плюс 1x плюс 2 түбір 3 тең болады 0-ге. Так, x1-ді x2-ге қоссам, мына минусты плюске айналдырам да, сонда мына жақшаның ішіндегісін жаза салам.
плюс 1 деп. Ал x1-ді x2-ге көбейтсем, 2 түбір асты 3-ке тең. Так, өзі-ақ көрініп тұр да? Көрініп тұр. 2 түбір 3-ке тең x1, ал x2 нешеге тең? 1-ге тең. Себебі 2 түбір 3-ті 1-ге қоссам, өзі шығады. 2 түбір 3 плюс 1 шығады. Ал 2 түбір 3-ті 1-ге көбейтсем, 2 түбір 3-тің өзі шыға салады. Мінекей, тең болып шықты. Ары қарай 8-де 5-ші есепті шығарайық. Бұл есеп кішкене күрделі сияқты болып көрініп тұр. Негізі ұзақтау шығарылатын есеп, бірақ қазір біз еш қорықпаңыздар, жіктеп бәрін шашып тастаймыз, иә? -5 тең болады. Мына жақта есептейміз. Кәдімгі қарапайым арифметика. Есептейміз. Мына жерде минус санның квадраты білеміз, плюс санға айналады, мынау плюс болып кетеді. 11-дің квадраты бізде 121, 3-тің квадраты 9. Ары қарай, мына минус пен мына плюс нені береді? Минусты береді. Сразу мына 7 11-ге көбейтіледі, үстіне көбейтіледі, білеміз, 77 болады, астында 3 болады, и минус 5. Ары қарай, мына сол жағын жаза береміз. 3y квадрат қой мынау. 3y квадрат плюс 7 y минус 5 тең болады дейміз де. Енді мына жерді қысқартамыз. Сонда мына жерде 3 болады. Жазайық. 121 бөлу 3 минус 77 бөлу 3 минус мынаған 3-ке ортақ бөлім келтірек те 3-тен 3-ті 5-ке көйтсек 15 дейік. Так. И ары қарай кеттік тағы да. 3y квадрат плюс 7y минус 5-ті жаза береміз мынаны. Ал мыналардың барлығын ортақ бөлімге келтіріп алды. 121, мұны қараңыз, минус 77, минус 15. Ол бізде болады. Так, есептейік. 121 минус 77, минус 15. 29 шықты. Сонда 29 бөлінген 3 шықты. Яғни 3y квадрат плюс 7y минус 5 тең болады 29 бөлу 3 шықты. Енді мұна 3-тен құтылу үшін теңдеудің ана жағында, мына жағында, то есть екі жағында 3-ке көбейтеміз. Сонда 3y квадратты 3-ке көбейтсем 9y квадрат, 7-ні 3-ке көбейтсем 21y, 5-ті 3-ке көбейтсем 15, ал мына жерде 3-ке көбейткен кезде мына 3 қысқарып кетеді де 29 қалады. Енді ары қарай уже оңай, 9y квадрат плюс 21y минус 15 дейміз де, мына 29-ды солға шығарамыз. Сонда ол бізде минус таңбамен шығады. Минус 29. Сонда бізде 9y квадрат плюс 21y, 15-ке 29-ды қоссақ, ол бізде минус 44-ті береді, тең болады 0. Мінекей, квадрат теңдеуге келтірдік. Енді ары қарай біз вет теоремасынан шығару керекпіз. Ал біз қарайық, y квадраттың алдында коэффициент бар. Сондықтан біз не істейтін едік? Мына квадрат теңдеуді келтіреміз. Келтіреміз деген сөзіміз, мынаның бәрін 9-ға бөліп шығамыз. 9-ды 9-ға бөлсек, y квадраттың өзі болады. Плюс 21 бөлу 9y минус 44 бөлу 9 тең болады 0. Енді x1-ді x2-ге қосатын болсам, ол менде мынаның минусын береді. Минус 21 бөлу 9 болады. Ал ол менде минус 2 бүтін 9-дан 18, 3. Және мынау қысқарады тағы да минус 2 бүтін 3-тен 1 болады. x1-ді x2-ге көбейтетін болсам, ол менде минус 44 бөлу 9-ды береді. Так, бұл менде минус 4 бүтін 9-дан 4-ті 9-ға көбейтіп минус 44 десем 8-ді береді. 4 бүтін 9-дан 8-ді береді. Мінекей жауабы табылды. Енді ары қарай екіншісін шығарайық осыны. 4y квадрат минус 3y плюс 9 ол тең болады 4 көбейту минус 7 бөлу 3-тің квадраты минус 3 көбейту минус 7 бөлу 3 плюс 9 дейді. Мына жағын жаңағыдай жазып қоя береміз. Пока оны
4y квадрат минус 3y плюс 9 тең болады. Енді мыналарды есептейік. 4 көбейту минус санның квадраты не болады? Плюс сан болады. Квадраттаймыз. 7-нің квадраты 49, 3-нің квадраты 9. Так, мына минуспен мына минус менде плюсты береді. Мына 2, 3 қысқарады. Сонда не қалды? Плюс 7 қалды. Плюс 9. Ары қарай кеттік. 4y квадрат минус 3y плюс 9 тең болады. Так, мына жерде мына екеуі қысқармайды, сондықтан мынаны алымына көбейтіледі ғой, иә? 49-ы 4-ке көбейтсек, 49 көбейту 4 дегенім ол менде 196-ға тең екен. 196 бөлу 9 плюс 7-ге 9 қоссам 16 болды, иә? Так, ары қарай 4y квадрат минус 3y плюс 9. Так, 196 бізде 9-ға бөліне ме екен? Бөлінбейді екен. Сондықтан мынаны ортақ бөлімге келтіріп, үстіне шығарып жіберейік. 9 дейік, 196 плюс 16-ны 9-ға көбейтсек, бізде 144 болады екен. Так, 4y квадрат минус 3y плюс 9 тең болады. 9-дан 144-ке 196-ны қоссақ, 340. Так, енді мына 9-дан құтылу үшін теңдеудің екі жағында 9-ға көбейтіп шығамыз. 4-ті 9-ға көбейтем, 36y квадрат, 3-ті 9-ға көбейтем, 27y, 9-ы 9-ға көбейтем, 81. Ал мына жерде 9 қысқарады, сонда менде 340 қалады. Ары қарай кеттік. 36y квадрат минус 27y плюс 81. Мынаны ауыстырамыз, сонда минус 340 болып түседі, тең болады 0. 36y квадрат минус 27y. Так, 340-тан минус 81-ді алып тастайым. 259 шықты. Так, енді 259 3-ке бөліне ме екен? Бөлінбейді екен, қысқармайды екен, иә? Так, енді біз мына не істейміз? Теңдеуді жаңағыдай келтіруге саламыз, иә? Себебі y квадраттың алдына мына 36-тан құтылу керек. Значит, бәрін 36-ға бөлеміз. 36-ны 36-ға бөлсек, y квадраттың өзі болады. Минус 27 бөлу 36 y минус 259 бөлу 36 тең болады 0. Келтіріп алдық ба? Келтіріп алдық. Енді x1-ді x2-ке қоссам, менде мынау плюс таңбасымен шығады. 27 бөлу 36. Так, бұны екеуін қысқартатын болсақ, 9-ға қысқартайық, 3 бөлу 4. x1-ді x2-ге көбейтсек, менде минус 259 бөлу 36 болады. Так, 259-ді 36-ға бөлсек, 7 бүтіннен келеді екен. 36-дан 36-ны көбейтем 7-ге. 252-дан 259 алып тастайым, 7 болады. 7 бүтін 36-дан 7 шықты. Мінекей біздің есебіміз шықты.